Сәлеметсіңдер ме? Қазақ тілі мен әдебиет сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі ежелі көшпелілер мәдениетінің көшпелілер жауынгер халық атты сабағымызды бастаймыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабақта ауызша мәтіндер құрауда қазақ тіліндегі төл дыбыстардың дыбысталуын, үндестік заңын ескере, тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді олардың синонимдерін, антоним, амонимін қатар қолдану ойын жеткізе білеміз. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен таныс болыңдар. Данышпан, мудрый, аттылы, верховой, конный, садақ атқыштар – это лучники, баспана, жилище, дом, қолбасшы, полководец, қамал, крепость, сауыт, броня, садақ, лук. Суретке қарап, сақтар туралы берілген мәліметтерді оқыңдар, оның ішінен жалпы есімдерді табыңдар. А теперь посмотрите на картинку, где изображен у нас Райымбек Батыр, и прочитайте некоторые сведения о саках. То есть в ахимединских надписях саками называются все скифы. Жауынгер сақтар жайлы тарихшылар не айтады? Что говорят историки о воинах? Парсы жазбаларында құдіретті ерлер дейді екен. Иран жазбаларында жүйрік атты турлар дейді екен. Грек жазбаларында азиялық скифтер батыр, дұшпанға қатал, досқа адал деп жазылған. Грек тарихшысы Ктесий сақ әйелдері ержүрек келеді. Соғыс қаупі төнгенде ерлерге көмек көрсетіп, ұрысқа араласады деген екен. Ежелгі сақ философы Анақарыс Анахарсис: сен асыл тастарыңды лақтырып тастап, садақ пен қорамсақты ғана асынып, сақтардың ішінде өмір сүрсең, сен де мен сияқты еркіндікте жүрер едің депті. Осы мәтіннен жалпы есімдерді жазыңыздар. А теперь вы пишите слова нарицательные. Жарайсыңдар, өздеріңді тексеріңдер. Келесі жазылым айтылым тапсырмасында мұғалімнің көмегімен айтылған пікірлердің мазмұнын түсіндіріңдер. Олардың ішінен қалағандарыңды жазып алыңдар, айтылған ойды талдаңдар. Выберите одно из высказываний и проанализируйте. Жарайсыңдар, өздеріңді тексеріңдер. Оқылым жазылым айтылым тапсырмасында бұл жұптық жұмыс. Дереккөздерден сақтар туралы ақпарат тауып, олардың жауынгерлеріне қатысты постер жасаңыздар. Оны сыныптың алдында қорғаңдар. Постерда сілтеу сілтемдерін дұрыс қолданыңдар. То есть это парная работа. Найдите информацию о саках и сделайте постер о них. Защитите перед классом. При этом правильно используйте указательные местоимения. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Проверьте себя. Келесі тапсырма жиксо, бөлшекте жинақта. Бұл тапсырманы алдыңғы сабақта да орындағансыздар. Сыныпты 3 топқа бірігіп, әр топтағы оқушылар номер 1, номер 2, номер 3 түрінде белгіленеді. Такую же работу вы делали на том уроке. Класс делили на 3 группы. Учащиеся в каждой группе были отмечены номерами. На первом этапе читают текст, на втором этапе дети из каждой группы объединяются в одну группу, совместно анализируют, делятся своими мыслями, и на третьем этапе они возвращаются на свои места и совещаются по содержанию текста. То есть обобщают это в виде
кластера, схемы, карты и так далее. А уже на 4-м этапе каждая группа защищает свою работу перед классом. Келесі алдарыңыздағы мәтінді оқып шығыңыздар. Сақтар мемлекетінде жауынгерлердің, әсіресе қолбасшылар мен батырлардың орны жоғары болды. Одақты сақ көсемдердің кеңесі сайлаған патшалар биледі. Тайпа көсемдердің тайпа мүшелері сайлады. Сақ қоғамы 3-ке бөлінді. Әскерлер, абыздар, ру мүшелері, бұнда егіншілер, малшылар, қолөнершілер және тағы басқа. Патша мен әскер көсемдерін тек қана әскер тобынан сайлады. Адамзат дамуының бұл кезеңін әскери демократия деп атайды. Сақ жауынгерінің қару-жарағы мен сауыт-сайманы түгел болған. Еуропада мұндай қарулар орта ғасырларда ғана пайда болды. Геродот біз білетін халықтардың барлығынан да скиф халқы данышпан деген екен. Өздері разылық етпесе, олардың еліне басып кірген ешбір жау сақтары жаулап алмайды екен, сақтарды. Олардың қашып та құтыла алмайды. Өйткені скифтердің қаласы амалы жоқ. Баспанасын өздерімен ала жүреді. Барлығы аттылы, садағатқыштар, олар жеңімпаз. Ешкім жеңе алмайтын болмағанда қайтеді. Скифтер өздерін де, аттарын да сауытпен қорғаған деп жазған екен. Мына бір қызық деректі қараңыздар. Скифтер соғыста парсыларды әбден шаршатқаннан кейін Индан Фрис Дариге тарту ретінде құс, тышқан, құрбақа мен садақтың оғын жібереді. Бұл тартудың шешуін Дари құс ауаны, тышқан жерді, құрбақа суды мекендейді ғой. Скифтер маған үшеуінің билігін берген екен. Садақтың оғы скиф ерлігінің белгісі. Оны сыйлағаны маған бас иген деп өзі үшін жақсылыққа жориды. Бірақ Даридің уәзірлерінің бірі Гобри бұл жұмбақ тартудың мағынасын: сендер парсылар құс болып аспанға ұшып, тышқан болып жерге кіріп, құрбақа болып теңізге түсіп кетпесеңдер, біздің садағымыздың оғынан құтыла алмайсыңдар дегені болар, деп басқаша шешеді. Көп ұзамай жұмбақ тартудың мағынасы шынында да осындай болғанына көз жеткен Дари патша бұл жерден аман кетуді ойлау керек екен деп скиф жерінен көшіп кетеді. Келесі 5-ші тапсырмада мәтіндегі қою қаріппен жазылған сөздердің аудармасын сөздіктен қарап дәптеріңе жаз. Еще раз прочтите этот текст, затем выделенные слова выпишите, переведите на русский язык. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Айтылым тапсырмасында мұғалімнің көмегімен мәтіндегі қою әріппен жазылған сөздердің мағынасын түсініп алыңдар. Мәтіннің мазмұнын, суреттерге қатысты сөйлемдер табыңдар. Сақтардың жылқысын суреттеп айтыңдар. Антоним сөздерді қолданыңдар. Это работа по картинке. Теперь посмотрите на картинку. Найдите слова с текста, которые относятся к этой картинке. Затем опишите, затем, используя антонимы, опишите коня сакского воина. Жарайсыңдар. Өздеріңді тексеріңдер. Жетінші тапсырма бойынша мәтін мазмұнына байланысты 5 сұрақ жазыңдар. Сұрақтарында сілтеу, жүктеу, сұрау есімдіктерін қолданыңдар. В 7-м задании по тексту составьте 5 вопросов, используя указательные, личные и вопросительные местоимения. Тамаша. Өздеріңді тексеріңдер. Жазылым тапсырмасында мәтіндегі қою әріппен жазылған сөздердің синонимдерін
антонимдарын тауып жазыңдар. Опять же, по тексту, к выделенным словам найдите синонимы и антонимы. Тамаша, өздеріңді тексеріңдер. Оныншы тапсырмада мәтін мазмұнына байланысты жазылған сөйлемдердегі жалған ақпараттар тауып дұрыста. Исправьте неправильное предложение. Енді өздеріңді тексеріңдер. Жарайсыңдар. 11-ші тапсырмада бинго ойыны. Кім торды тез толтырады? Әр торға сұрақтарға қатысты өзің білетін сөздерді жазыңдар. Есімдіктерді қолданыңдар. То есть, эта игра называется бинго. Кто быстрее запомнит? Заполните таблицу «Территория расселения», «Саков», «Воины», «Храбрость». Жарайсыздар, өздеріңіз тексеріңіздер. 12-ші тапсырмада дерек көздерден Астанадағы ұлттық мұражай туралы материалдарды тауып, оның ішінен сақ дәуіріне қатысты мәліметтерді оқы. Сол мәліметтердің негізінде ұлттық мұражайға келіңіз тақырыбында шағын жарнама, мәтінін жаз, жарнамада негізгі сын есімдерді қолдан. То есть найдите материалы о Национальном музее, который у нас в Астане. Прочитайте информацию о сакском периоде и, исходя из этих данных, напишите небольшую рекламу, объявление, призывающее посетить Национальный музей. Тамаша, бұл тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Енді келесі тапсырмада өтілген сабақтардағы мәліметтерді, дерек көздерді алып, сақ жауынгерінің атынан өзіңнің сыныптастарыңа арнап хат жаз. Хатта ерлік, елді қорғау туралы айтылсын. Хат мәтінде 2 мақал мәтел пайдаланыңдар. Содан кейін өткен есімдіктерді пайдаланыңдар. Вам задание. Напишите письмо одноклассникам от имени сакского воина, основываясь на информации уроков и информации, полученной из источников. Пусть в письме будет упомянуто о мужестве, защите страны. Также в тексте письма используйте 2 пословицы. Не забываем о местоимениях личных, вопросительных и указательных. Бұл тапсырманда дұрыс орындады деген ойдамын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.